Кентау гуманитарлық техникалық колледжі жеке мекемесінде Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасымен бірлесе ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын атап өту мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылды. Қазақ тілі мен әдебиеті пән оқытушылары арасында Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық мұрасы және ұлттық құндылықтар атты облыстық ашық сабақтар байқауы болып өтті. Байқаудың негізгі мақсаты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы қазақ тілі және әдебиеті пән оқытушыларының ағартушылық, ұлттық мұрасы мен құндылықтарын кеңінен насихаттау. Үздік деген жетекші мамандар өздерінің методикасы мен оқыту әдістерімен бөлісті. Арнайы комиссия құрамы бекітіліп, байқау барысын бақылап, бағалады. Кентау гуманитарлы техникалық колледжінде Түркістан облысына қарасты барлық колледждердің арасында үлкен байқау өткелі тұр. Бұл байқау Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған ашық сабақтар байқауы. Байқауға қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ахмет Байтұрсынұлының биылғы 150 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО көлемінде атағалы отырмыз. Бұл қазақ үшін үлкен бір мерекелі, берекелі, үлкен бір іс-шара болмақ. Колледж фойесінде ұлтын ұлықтаған ұлы тұлға тақырыбында көрме қойылған. Ұстаздар танысып көрмені аралады. Сонымен қатар колледж мамандары тарихымыздан сыр шертетін, тарихи мәдени мұраны сақтау мақсатында жасалған көрмені таныстырды. Жаңа технологияларды қолдануда білім беру жүйесінде инновацияға негізделе отырып сабақтар өткізілді. Байқауға жалпы облыс көлемінде 24 колледж тіркелді. Ережеге сәйкес ашық сабақ жоспарларын уақытылы өткізе алмаған оқытушылар байқауға қатысуға жіберілмеді. Соның ішінде 14 колледж ұстазы өзара сайысқа түсті. Байқау 2 күнге созылды. Қазақстан Республикасының мемлекет болып қалыптасуында Ахмет Байтұрсыновтың еңбегі орасан зор. Қазіргі сырт көздердің қазақ жерін кеңес өкіметі сыйға тартты деген идеяны мен осы ашық сабағым арқылы теріске шығарып, Ахметтің және ұлт зиялыларының осы мақсатты іске асырудағы ерен еңбегін дәлелдеймін. Аталған байқау бойынша 24 колледждің дайындаған әдістемелік педагогикалық материалдары арнайы жинаққа енгізілген. Мұндағы мақсат осы салада жүрген мамандар сабақтың әзірлемелерін, методикалық ерекшеліктермен танысып, мол мәлімет ала алады дейді ұйымдастырушылар. Жақсы деңгейде біздің облысымызда білім беру жүйесін, әсіресе осы техникалық және кәсіп білім беру саласы бойынша жақсы идеялар мен жақсы бастамалар осындай көп бола берсе, Құда қаласа біздің облысымызда білім беру жүйесін бір деңгейге көтеріледі деп есептеймін. 2 күнге созылған байқаудың қорытындысы бойынша бас жүлде Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің оқытушысы Сержан Аташев ие болды. Бірінші орынды Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің оқытушысы Гаухар Әбдіқаппарова жеңіп алса, екінші орынға арнаулы кәсіптік колледж оқытушысы Мейрамкүл Ходжанова жайғасты. Ал үшінші орынға номері 19 колледж мұғалімі Ұлпан Адырбекова ие болды. Бас жүлде, бірінші дәрежелі диплом, екінші, үшінші дәрежелі дипломдар облыс басқарманың атынан жолданды берілді. Сонымен қатар осындай іс-шараны ұйымдастырып, өздерінің базасында өткізуге рұқсат берген, келісім берген осы гуманитарлық техника ұжымына, сонымен қатар құрылтайшысына көп рахмет айта отырып, сол кісілердің аттарынан да үлкен бағалы сыйлықтар алынды. Сондықтан да осындай іс-шаралар жаңа ұсыныс бойынша тек қана қазақ тілі пән, әдебиет пән оқытушылар арасында емес, алдағы уақыттарда тарих пән оқытушылар арасында өткізіледі деген ұсыныстар түсіп жатыр. Өте тамаша, ұйымдастырушы көп рахмет айтамыз. Сонымен қатар жаңашыл ұстаз, зерделі ұстаз, шебер ұстаз номинациялары бойынша марапатталған ұстаздар болды. Оқытушылар Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының арнайы дипломдары, алғыс хаттарымен марапатталды. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейсеитов, Тұран, Түркістан.